Қарағанды облысында баға саясатын реттеу мәселесі өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте айтылды. Ең қажетті деген әлеуметтік тауарлардың құнына қатысты бүгінгі бағдарлау туралы тілші әңгімесінде. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасын реттеу жұмысы бағаны тұрақтандыру тетіктерін жүзеге асыру, сонымен қоса осы бағытта ауыл шаруашылық өнімдерін өндірушілермен жасалған меморандум аясында жүргізіледі дейді ауыл шаруашылық басқармасы басшысының орынбасары. Бағаны тұрақтандыру тетіктерін іске асыруға 2 миллиард 675 миллион теңге бюджет қаржысы бөлініпті. Ал бұл қаражат аталған тетіктерді іске асыруға жауапты Сарыарқа әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясына жіберілген. Аталған корпорация бағаны тұрақтандыру үшін 2219 тонна бакалея өніміне контракт жасап, барын дайындап қойды. Оның ішінде 404 тонна күріш, 422 тонна қант, 73 тонна қарақұмық жармасы, 90 мың литр күнбағыс майы және 1200 тонна бірінші сұрыпты ұн. Яки облысымызда осынау тағам өнімдерін жеткізу бойынша келісім шарт жасалып, тұрақтандыру қорын жеміс көкөніс өнімдерімен де жасақтаған. Қала мен аудандар әкімдіктері сауда ұйымдарымен азық-түліктің баға үстемесі 5-10% ғана болатынын меңзеп 2800-ден астам меморандумға қол қойған. Сондай-ақ азық-түлік өнім өндірушілерге айналым схемасы бойынша несиелер де берілген. Сондай-ақ айналым схемасы аясында әлеуметтік нан, ұн және макарон өнімдері жеткізіліп сатылады. Сауда нүктелерінде айналым схемасы шеңберінде жеткізілетін нан бөлшек саудада бөлкесі 90 теңгеден, макарон өнімі килограммы 245 теңгеден, ал бірінші сұрыпты ұн 154 теңгеден сатылуда. Айналым схемасы бойынша жергілікті құс фабрикаларымен бірінші санатты тауық жұмыртқасын арзандатылған бағада жеткізу келісімі де жасалыпты. Бүгінде әр апта сайын 94 мың дана жұмыртқа дүкендерге жеткізіліп, сауда үстемесін қосқанда 10 данасы 480 теңгеден сатылуда деді. Брифинг барысында кәсіпкерлік басқармасы да біздің облыста өндірілмейтін әлеуметтік маңызы бар өнімдердің болуы мен бағасына күнделікті мониторинг жүргізетінін атап өтті. Қаламызда арнайы ашылған 21 әлеуметтік павильонда бағаны реттеуге септігін тигізуде. Біз қазір жаңа мен алдында айтып өттім, жергілікті кәсіпорындармен және қарыз берген субъектілермен келісім бойынша біз бүкіл, мысалы нанды болсын, ұнды болсын, жаңағы көкөніс өнімдерін біз супермаркеттерде сату қазір қолға алынған. Оған әлеуметтік павильондарда жұмыс жасайды. Сонымен қоса жаңағы біздің тұрғындар супермаркеттерінде алуға мүмкіндігі бар. Жалпы жауап шенеуніктер облысымызда ең қажетті азық-түлік өнімдерінің бағасы негізсіз өсуі тіркелмеген. Бөлшек сауда нысандарында заңмен рұқсат етілген үстеме 15% межесінде сақталуда дейді. Осы ретте азық өнімдерінің бағасын шамадан тыс арттыру орын алса, тұрғындар бағаның негізсіз өсу фактілері туралы экранда көрсетілген сенім телефонына хабарлай алады. Бақыт Күлматова, Мержан Жұмамұратов, Николай Шевелев, 5-ші арна.